Еңбек ері даңқты балуанымыз Жақсылық Үшкемпіровтің атындағы жекпе-жек спорт сарайының 5 жылдық мерейтойы құтты болсын. Елімізде жекпе-жек спорт түрін халық өте жақсы көреді. Сондықтан осындай халықаралық деңгейде салынған спорттық сарай Астана төрінде болғаны өте қуанышты. Біздің кешенімізде әлем чемпионаты, Азия чемпионаты, көптеген халықаралық жарыстар ұйымдастырып өткізілді. Өте жоғары деңгейде өткізілді. Сондықтан мерейтой құтты болсын деп айтамыз. Ең үлкен алғысымды Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайына айтамын. Дворец единоборств построен нами с большой любовью. Очень-очень рады, что проводится очень много мероприятий интересных. Важное открытие, оно проходит в Астане, в дворце единоборств, жекпе-жек. И я думаю, что это хорошо приспособленный спорткомплекс, в котором очень удобно проводить турниры. Дворец единоборств имени Ушкемпирова, который достиг очень больших высот. Я думаю, что не зря так назвали. И чтобы у наших спортсменов был стимул, было желание, была мотивация, чтобы стать как наш легендарный борец. Дворец современный, такой дворец уже давно нужен был нашему городу, чтобы проводить классные ивенты, спортивные мероприятия. В общем, только положительные впечатления о данном сооружении. Жақсылком Ага знаком лично был. И замечательный, легендарный человек. Звезда наша душа нашего спорта, вот так сказать. И в честь него такой замечательный спортивный комплекс в Астане. Впечатления, которые я испытываю, во-первых, современный спортивный комплекс. Крайне приятно, то, что его назвали в честь нашего выдающегося батыра, чемпиона и самого прославленного казахстанского спортсмена Жақсылыка Үшкемпирова. Жекпе-жек сарайында бүгін Жақсылық ағамыздың атындағы көп халықаралық жарыстар әр деңгейде өтіп жатады. Мықты спорт кешендерінің бірі. Осындай спорт кешендер көбірек болсын. Оныншы енді жаттығуға келетін жастарымыз бар. Қазақстандық бар, халқымызға толық болсын. Процветания и всего хорошего. Жекпе-жек сарайының Жандос Жақсылықұлы басқарып отырған ұжымына мыңда бір рахмет айтамыз. Неге десеңіздер, сол өткізілген жарыстардың бәрі жақсы деңгейде өткізілді деп бүкіл дүние жүзі осы жекпе-жек сарайын біледі. Сондықтан мереке құтты болсын. Алда да осы біздің жекпе-жек сарайы осы жастарға, балаларға, жасөспірім балаларға әсіресе жақсы бір спорттық кешен болсын. Осы жерден көптеген жаттығу жасап, біздің даңқты спортшыларымыз шыға берсін.